Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін мінекей кітап қазына бағдарламасының келесі санын бастайын деп отырмыз. Мен жүргізуші Айнабек Сыдықов, және бүгін бізде қонақта тарих ғылымдарының кандидаты, Астана қаласында, Мәдениет журналының Астана қаласындағы меншікті тілшісі, журналист Жұмамұрат Шәмші ағамыз қонақта. Қош келдіңіз аға. Қош келдік. Сіз жақында бір ағамыз алдына мақсат қойыпты. Жүрген жерімде егер кітап ұстап отырған адам болса, кітап оқып отырған адам болса, міндетті түрде барып танысамын солмен деген мақсат қойдым дейді. Жақсы мақсат екен. Иә, қанша адаммен таныстыңыз десем, болмай жатыр дейді да, жоқ дейді. Ұшақта кездестіре алмаймын. Вокзалда жоқ, жаңағы асханада жоқ. Яғни кітап оқып отырған қоғамда адамды кездестіре алмадым дейді. Қазір жағдайымыз осындай екен. Енді біздің мақсатымыз кішкене өзіңіз секілді елдің алдында жүрген азаматтарға осы мәселені айтқызу шыны керек. Сіз енді әрине үлкен тақырып қой. Дегенмен өзіңіз осы маман есебінде, тарихшы есебінде осы тарихи жағынан өзіңіз әңгіме етсеңіз, яғни тарихты білуде кітаптың орны орасан зор екенін белгілі. Осыны ашып берсеңіз аға. Түсінікті. Ассалаумағалейкум, рахматулла баракату, құрметті оқырмандар. Жалпы мен айтайын дегенім, кітап әрине Ыбырайға келетін болсақ, Ыбырай Алтынсары айтады, кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегеннің алдыңнан іздемей-ақ табылар дейді. Көріп отырсыз ба? Осыдан ақ байқасақ болады. Сейіт Кенжахметов деген ағамызбен биетене араласқан адам ретінде, ол кісі айтады, Торғай даласында кезінде 1800 жылдары ғой. 1840 жылдары дүниеге Ыбырай Алтынсары келеді. Сөйтіп қарайды да, енді ол кісінің әулиелігі енді шек жоқ. Қарап отырсаңыз, қазақтың даласына сол замандарда 32 мектеп ашқан. Ол қайдан келді деді. Себебі ол Байжау 47 жақ. 1839 жылы дүниеден озып кетті. 89 жылы. Сонда қарап отырсаңыз, 47 жыл ғана өмір сүрген ғұмырында, ол енді қарасаңыз 30-дан асқан шағында өйстіп аян берген ау деп ойлаймын, қазіргі күнді болжап кеткен. Өйткені сөздеріне қарап отырсаңыз, сол замандарда Торғайдың даласында мыңғыраған балалары бар, байларға Шернияз, Бәкір, Сансызбай, Баймахамбет деген байлар болған. Соларға алдына барып, етегіне жығылып отырып, ағалар, егер біздер балаларымызды білмен сусындандырмасақ, мектеп ашып, оларды ұлттық рухты асқақтатып мерей үстемдік ететін ұрпақты тәрбиелемесек, білім заманы мына жақтан солтүстігімізден бізге келе жатыр. Не келе жатыр дейді? Алапат. Олар деген сенің құдайыңды, шариғатыңды басқан бәрін ұрғаны бар. Олардың отаршылдық келе жатыр бізге. Кешегі соңғы 1847 соңғы қаның Кенесарының басы алынды. Біз бассыз қалдық. Кезінде Күнқожа айтты, бассыз ел жайылып жатқан малмен тең дейді. Басымыздан айырылдық. Енді кім алға бастайтын тек қана білімнің заманы келе жатыр. Олардың тілінде сөйлейтін, олармен тең сөйлесе алатын ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Деп мен Ильминский деген поп келген ғой, поп. Сонымен жақсы дос болып, Орынбордың губернаторына барып рұқсат алған. Біз мектеп ашайын деп жатырмыз. Негізі ол өзі орыстарды алдаған. Біз шоқындырған мектеп деп айтқан негізі. Былайынша айтсақ, жаңағы байларға барып рұқсатын алып, сұраған ақшасын беріп, Бұхарадан 10 имам, Самарқандтан 10 имам, Хорезмнен жаңағы Қазаннан Татарстанның 6, Башқұртстан Уфадан 6, 32 имам алдырған. Сұраған ақшасын беріп, ол жай келмейді, мықты-мықтылар. Солар келіп, Торғайдың даласына, қазақтың даласына келіп, 32 мектепке шәкірт түске дейін сабақ балаларды оқытқан, түстен кейін қазақтардың өзін мұғалім, ұстаздар дайындаған. Өз ішінен дайындаған. Сол үйретіп, ертең мыналар кеткен жағдайда мыналар орнын басады деген оймен. Қараш, ал соның мектептерінен түлеп ұшқандар Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов, кешегі Әлихан Бөкейхан, осы мектептердің түлегі, оның қайнар көзі Алашорданың. Ар жақта Ыбырай бастап жатыр. Егер Ыбырай болмаса, Алашорда шықпау екі талай. Негізін қалап кеткен. Қайнар бұлақ. Қазақта сөз бар, Сарышолақ Байрамбайұлы айтады. Таудан аққан тасбұлақ құймай қоймас теңізге, атадан жаман ұл туса тартпай қоймай негізге дейді. Негізі ана жақта жатыр. Бұдан артық не айтасыз?
көріп жатсыз ба, сол кітапты насихаттап кеткен. Надандықтың белгісі еш ақылға жарымас, жайылып жүрген хайуандай ақ қарын танымас дейді. Міне, білім әрқашанда кітап, бұл таусылмайтын қазына, біле білген адамға. Рахмет аға, керемет. Енді қазіргі таңда, Жұмамұрат аға, қоғамда, енді сіз тарих шешімінде көп адам тарихты білгісі келеді. Бірақ көп жағдайда сұрақ туындап жатады да, кімді оқимыз дейді. Көп адамның сұраған көкейіндегі осы сұрақ, осыған қалай жауап бересіз? Жалпы мен айтар едім, ол енді тарих болғаннан кейін әр адам әртүрлі ойлайды, әркімнің қабілеті әртүрлі. Жалпы мені осындай рухтандырған, қазақ болып туғаныма қуанатын бір кітаптар бар да. Ол Мұхтар Мағауиннің Сары қазақ деген кітабы бар. Шынайы жазылған, қалай бізді Ресей, патшалық Ресей бізді бодандыққа алды, бізге қандай не нәрселерді істетті, бел омыртқасын қалай опырды, руханиятты, кешегі көшпелі өмірдің мемлекеттік қалыптастырған біздің бабалардың бүкіл қалыптасқан дала мәдениетінің бәрін бел омыртқасын опырып ортасына түсіргендігі, кешегі тек қана руханиятты емес, жалпы біздің салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды, тарихымызды түбегейлі жоюға олардың бәрін өртеп жібергендігін бәрі шынайы айтылған. Одан кейін Бейбіт Қойшыбай деген ағамыз бар, жазушы, тарихты зерттейді, шынайы айғақтар мен деректермен сөйлейді. Сондай кісілерді, мысалы, біздерде тарихшылар өте көп, Құдайға шүкір. Талас Омарбековтың кітаптары бар. Берекет Кәрібаев деген тарихшы ағамыз бар. Хангелді Әбжановты оқимын мен, мысалы. Олар шынайы бір тарих деген сондай пән, оны айтуардан бұрын бір айғақ деректерге сүйене отырып, осындай болған екен ау, ал менің көзқарасым осылай деген сияқты бір астарлап, әдемілеп жеткізу керек. Өйткені адамның ғұмыры қысқа. Асып кетті, сен 60, 70, 80 жасарсың. Әрі қарай не болғанын сен білмейсің. Біреулер, міне Қойшекең Қойшығара Салғара деген ағамыз бар, сол кісінің ойымен мен 100% келісемін. Өйткені ол кісі айтады, тарихты айтқан кезде дәріққа сүйеніп отырып, осылай сөйлеген абзал дейді. Сондықтан тарихты мен әрине адам баласының өмірі шектеулі болғаннан кейін бүкіл тарихты оқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Неге дейсіз ба? Адам ғұмыры жетпейді. Бүкіл таңертең кешке дейін сен бала шағаң бар, бағу керексің. Олай жүруің бар, басқа да дүние. Бүкіл алып отырсаң, адам сенің өмірің шектеулі болғаннан кейін бәрін үлгермейсің оқып. Керек ау дегенді алу керек. Ал енді осы жерде аға, жарайды, ойыңызбен 100% келісемін. Негізгілерді білу керек. Ал бір осындай дүние бар ма Қазақстанда? Яғни өзіңіз айтып жатқан кісілердің бір ортақтасып, ортақ шешімге келіп жазылған бір жинақталған бір дүние жоқ, ондай жоқ. Тек қана үш кісінікі бар. Жаңа Хангелді Әбжанов пен Ақселеу Сейдімбек Қойшығара Салғара үшеуі жазған кітабы бар, үш кісінің жазған. Жақсы кітап, қазақтың руханиятына үлесін қосатындай дүние, тамаша, оны да оқу керек. Сол сияқты сондай кітаптарды оқыса, адамның диапазоны, ойлау қабілеті, жүріс-тұрысы көкжиегі кеңейгенде, енді оқыған адам мен оқымаған адам жер мен көктей айырмашылығы. Сондықтан салыстыруға келмейді. Сондықтан адам кітап оқыған кезде біріншіде адамның миындағы әлі тетіктер, әлі қозғалысқа түспеген тетіктер қозғалысқа түседі екен. Адам ойында шек жоқ қой, ғылымда да шек жоқ. Сондықтан адам дүниеде, шариғатымызда да бар. Өмірі бармаған жерге бару, сол кезде адам ойына ой қосылады. Ана клеткалар, жаңағы тетіктер ашылып, ойлау қабілеті арта түседі екен. Кітап оқыса да сондай. Кітап оқу деген адам деген, одан адам ләззат алады. Кино көргеннен артық. Кітап ол адамды демалдырады, адамға ішкі жанмен көркейеді. Рахмет аға. Бір сұхбатыңызда, Жұмамұрат аға, айттыңыз, біз қазір сол жаңағы Ресейдің жазып берген тарихымен әлі жүрміз дедіңіз. Тағы бір сөзіңізді айттыңыз, ТМД мемлекеттерінің ішінде қазақтың тарихы 4 рет жазылған деп. Енді осыны сол жаңа салада жүргендіктен осыны жасау бағытында бір шаралар қолданылып жатыр ма? Бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, Марат Тажин ағамыз бір қолға алды деп. Соның арқасы сұйылып кетті ме жоқ, әлде күтеміз бе әлде? Енді ол 2013 жыл еді. Сол кісі мына мен тарихына кандидат деген мынау осы Марат Тажин ағамыз берген. 2013 жылы Гумилев университетінде Қазақстанның 14 облысынан жиналған делегаттар келді. Керемет бастама болды.
бәріміз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бәріміз қазақпыз, қазақтың тарихын қазақ жазсыншы деп ұстаным көтерді. Бастама көтерді. Мемлекет хатшы еді ол кезде. Тамаша. Сөйтіп, білмеймін, сөйтті да көптеген елдерге қыруар ақша бөлінді, көптеген елдерге делегациялар жіберіп, сол жердегі ақпаратта Қытайға, Иранға, Мысырға, Түркияға, басқа да мемлекеттер қазаққа қатысты тарихты алып келіп, соны байланыстыра отырып, шынайы қазақтың ол кітапты оқып шыққан қазақ болғанына қуанатын кітап жазамыз деді. Құптарлық дүние, керемет. Ол әлі күнге дейін академик Левшин мен Радловтың жазып берген, біз жұбаныш көріп жүрміз. Соны айтып, керемет не болды, бірақ әрі қарай іс жүзінде сиыр құмшаттанып барып, әрі қарай жоғалып кетті. Жаңартатын мүмкіншілігі жоқ па? Енді ол үшін адам жоғарыдан билік оған бірінші қаржы ғой шешетін қазір. Қаржы, сосын белсенді бір адам бастама керек. Жаңағы Марат Тажин сияқты белсенді, беделді қоғамда бір аты бар кісі бастап алып кетсе, ары қарай болатын еді. Бүгінге дейін жазып болатын еді. Осы тәуелсіздік алғандардың барлығы Әзербайжандікі жазылып қойды, 2 рет жазылса да. Өзбегінің 95-ші жыл жазды, Латвия, Литва сол 92-ші жылы жазып тастады. Өзінің ананың кітабын оқысаң керемет әсерде боласың. Сол сияқты бір әлі жазылған жоқ. Жаңағы ағаларымыздың бәрін басын қосып, бір қазанда қайнатып, неге жазбасқа? Жинақтап бір дүние шығарса, соны оқыған қазақ тамаша болар еді. Сосын мектеп оқулықтарына кіргізу керек. Керемет аға. Мынау ой туралы айтып қалдыңыз. Оқудың ойлауға да үлкен әсері бар екен белгілі. Ол негізі былай ғой, анау Күнқожа жырау айтады да, толғауында, өмірінің соңында. Былай дейді, ол кісі, кеудесі зерек білгіштің дейді, кеудесі сызған қатпен тең дейді. Сайрап тұрған шешенің бәйге қосқан атпен тең дейді. Көрдіңіз ба? Ол адам зерек болу үшін оқу, іздену керек. Ізденпаздық болмаса, ол білгіш бола алмайсың. Қанша мың жерден неғызған. Білгіш болу үшін не істеу керек? Іздену керек, көп оқу керек. Оқу ине мен құдық қазғанмен тең дейді. Ол айтуға оңай былай, бірақ ол адам шынайы соған берілу керек. Оқысаңыз балалар дейді Ыбырайға. Шамнан шырақ жаға, тілегенің алдына іздене табылар. Бәрінде ықылас пен тоқылық дейді. Мына жүрек ықылас, шынайы ықылас керек. Ыбырай соны білген ғой, әулие ғой. Көріп атыспа, сол секілді адам ойын жеткізіп алу үшін, мына мысалы Қытайда бір ағаш бар екен, аты бамбук. Мен Қытайда болғанда сонда байқадым. Ол бамбукқа дәнін әкеледі, тұқымын егеді екен. Егеді, суғарады, тыңайтқыштар салады астына. Ол шықпайды бір жылда. Келесі жыл келеді, келесі су құяды, сөйтіп тағы шықпайды. 3-ші жыл, 4-ші жыл, 5-ші жыл келген кезде су құяды, тыңайтқыш салады. Жаз бойы 3 ай жазда 5 қабат үйдің биіктігінде өсіп кетеді екен бамбук. Енді сұрақ. Бұл ағаш бамбук 3 айда шықты ма, 5 жылда шықты ма? Тап осы секілді сіздің айтпаған жаңағы сұрағыңызға жауап. Білім де осындай. Бір күнде адам білгіш шешен бола алмайды. Кітап та сол. Кітап оқыған адам деген, ол бір күнде мына кітапты оқытсам біттім демейді. Кітап оқу ол екінің қолынан келе бермейтін дүние. Біреулер айтады, кітап оқысам ұйқым келеді дейді. Көрдіңіз ба? Шынайы ол маған сөйтіп айтатындар бар. Мен айтам, ол үшін сен шыда, ол кітаптың ақырына дейін оқып шық, сосын маған айтып бересің деп мен өз балаларымда қайрап отырамын. Ол әрине бұл бала болғаннан кейін басқаша қабылдайды. Соны қарап отырыңыз, қазақтың данышпандығына шек жоқ та, айдалада жүріп бәрін білген. Мысалы өз балаларыма мен айтсам, мені тыңдамайды. Неге? Өйткені олар мені әке деп қарайды. Қазақ соны білген. Қолына жетектеп алады да, мықты молдаға апарады. Сұраған ақшасын береді, өйткені ақылды, білімді қазақ сатқан. Түйе берсең түйе аласың, бие берсең бие аласың, теке берсең теке аласың, қой берсең қой аласың дейді. Ол неге? Өйткені соның білімін ғана береді ол. Сол дәрежеде береді. Мына баланы апарып тұрады да, мына баланың сүйегі менікі, еті сенікі дейді. Ор, соқ, білгеніңді істе, мынаны оқып бер. Өйткені өзінің білімі жетіп тұр, бірақ бала оны тыңдамайды. Өйткені ол әкесі. Бала сөйтіп қабылдайды. Сонда ұстаздар тайындайған. Көрдіңіз ба? Бөтен адам. Сіздің негізі білімді адамдар ауысады екен. Сіздің балаңызды әке, мен тәрбиелеуім керек, менің балам сен тәрбиелеу керек. Неге? Өйткені
сенің балаң мені әке деп қарамайды ғой, маған ұстаз деп қарайды. Ал менің балам сізге әке деп қарамайды. Көрдің бе, соны айдалада жүріп данышпандығын қара қазақтың. Жалпы халыққа осы ең құрғанда жаңағы бетін білу үшін бірнеше кітаптың атын атай аласыз ба? Әрине. Осыны оқу керек. Менің тақырыбым бұл, тақырып сол ғой. Жалпы мен айтатын ем, қыз келіншектерге қазіргі таңда мен бабалар аманаты деген Зейнеп Ахметованың кітабын оқып шығуды ұсынатын едім. Жас қыздарға, қыз келіншектерге анадан тәлім алуға бабалар аманатын оқыңыздар. Еркектерге айтарым, міндетті түрде сіз кешегі 5 ғасыр жырлайды бабалардың салып кеткен сара жолы бар. 5 ғасыр жырлайдың оқысаңыз, ішінде Майлықожа, Шәкәрім, бүкіл бабаларымыздың кешегі Әубәкір Кердерилердің айтқанын қарап, бүкіл философиясы жатыр қазақтың. Бәрін айтып кеткен. Соны түйіп, жастар сол бабалардың оқыса, көкірек көзі ашылып, біздің халқымыздың етене өсуіне, руханиятына азық болатын дүниелер толып жатыр. Енді оны біз бойымызға сіңіру үшін, оны төте жолы солар тауып алып оқу екен ғой, иә. Оқып, сосын мынау да тағы да бір ұсынар едім. Адам қашан өседі? Адам жападан жалғыз ешқашан өзінше кітапты алып оқи бергеннен өспейді. Орта керек. Орта деген кім? Зиялы қауым өкілдері, қасында сенімен тең сөйлесе алатын аға буын болсын, кіші буын болсын. Қазақта сөз бар, біресе жасы үлкеннен үйрен, ақылы асып баратса, жасы кішіден үйрен дейді. Кішіден де үйренсе болады. Көптеген дүниені жастан шығады ақыл. Ақыл жаста дейді. Өлген соң арыстаннан тышқан артық, болғанша жаман досың дұшпан артық. Жаманмен дастархандас болғаныңша жақсының қолын алып қысқан артық дейсіз. Дәл өзі. Өзіңіз де бірнеше кітаптың авторысыз. Сол кітаптарыңызды қысқаша таныстырып кетсеңіз, білетін адам бар, білмейтін адам бар. Сосын жаңа өзіңіз бір сұхбатыңызда айттыңыз, жаңағы тағы бір кітаптың жазуды жоспарлап жүрмін дедіңіз. Соған қысқаша тоқталып кетсеңіз. Осыдан неше жыл, 2007 жылы шықты бірінші кітабым. Ол аты «Өнералды қызыл тіл», жалпы өркениетте адамзат тарихындағы тілдің орны. «Өнералды қызыл тіл» деген кітаптың атауы да айтып тұр. Осы адамзат жаратылыстан бастап кез келген өкінішін, қайғысын тіл арқылы беріледі бір екінші адамға. Тілдің құдіретті күші. Сонда бір ауыз сөзбен қайрайын. Бұл дүниеде адамдардың бәрі өлер, болсаң дағы керемет бір кемеңгер, шынменен қазақ тілін өлсегер, қазақ халқын қара жерге көме бер. Қазақ тілін шынымен өлсегер, мен апарып қара жерге көме бер деп тоқтайды сол кітап. Екінші кітап «Ырысалды ынтымақ». Ол адамзаттың баласындағы тарихта неше түрлі империя, бір империя екінші империяны ауыстырып отырған дүниелерде неше түрлі нәрсе, соғыс, қырғын, алапат, зілзала, талай дүниелер болды да. Соның барлығында жеңіске жеткен кім? Бірлігі бар, ынтымағы бар, елі ғана соны меңзеген, әдемі болып шығарған екінші кітабым шықты 2013 жылы. Одан кейін әрбірден соң күнделікті жазып отқан шығармалар, әлеуметтік желілерге, газет, журналға шығып жатқан мақалалар шығып жатыр. Енді 1000-нан асып кеткеннен кейін басын қосып 180 адамнан сұхбат алған зиялы қауым өкілдері. Салмақты ойлар. Салмақты ойлар деген кітап, бұл ішінде басында Мұхтар Шаханов ағамыздан басталады. Шерхан Мұртаза, Ақселеу Сейдімбек, Мырзахметов ағамыздің алған сұхбаттардың жиынтығы. Бұл жерде 40 адамнан алған сұхбат ішінде салмақты ойлар. Бұны оқыған адам ана кісілердің жүріп отқан жолын, сөз саптауын бәрін үйренеді деп ойлаймын. 40 кісімен сөйлесіп шығады да былайша айтқанда. 40 кісімен өзі сөйлесіп, мен дайын ақпарат әкеліп отырмын. Мен бір ойда барасында ала саласын дейді. Жоқ, кешіресіз, әрқайсысының өзі әртүрлі. Олардың қасына бару үшін мен олардың кітаптарын оқып шығуым керек. Олардың өмірімен танысуым керек. Ол не айтуым керек оған барып. Сайлау Батыршаның дипломатиясы, Дулат Исабековтың драматургиясы, Мырзан Кенжебайдың сыни көзқарасы деген сияқты неше түрлі әр саланың адамдары. Мінезі әртүрлі. Академик Асқар Жұмаділдаевтың математикасы. Енді сұмдық дүниелер осының ішінде қамтылған. Төртінші кітап сыни көзқарас, ол менің жазып жатқан өзімнің ойымды осындай Қазақстандағы болып жатқан мәдениет саласы, тарих, әдебиет, салт дәстүр, әдет ғұрып, телеарнасы, телевидениесі мынандай емес, мынандай болса ғой шіркін-ай деген болар еді жақсы деген ұсыныс ретінде сыни көзқарасым жазылған. 5-ші кітапты енді жазып жатқан сыңайлым, ол жаңағы
анау қазақтың тарихындағы керей жәнібектен бастап алсақ, соның соңғысы Кенесары Қасымұлына дейін 1847 жылы дүниеден озды. Басын қырғыздар алды ғой. Сонымен тоқтады. Қазақ хандығындағы біздің хандардың қазақ болып қалыптасуымызға қосқан ерліктері мен көзсіз батырлығына, ұшан теңіз біліміне шек жоқ екенін насихаттау. Жазылған жоқ ол дүние. Жаңа дүниелер. Жаңа дүниелер тың деректермен байланыстыра отырып, оларға өйткені ананы оқыған адам өзіне, менің бабаларым мынандай болған екен ғой деген ой тастауда оқырманға. Иә, сол кезде сен кешеге салып кеткен Сара жолын деген сен неге сен мақтанбасқа? Дүниесінде өркениетті елдердің қатарына кіргетін ұмтылып жатырмыз ғой қазір. Өркениетті елдердің кез келген кітабын алып қара, сондай. Кәріс болғанына қуанады, түрік болғанына қуанады, ағылшын болғанына, орыс болғанына. Неге біз қазақ болғанымызға қуанбаймыз? Біздің бабалар осы емес. Кез келгенін қойып, бұлармен салыстырып көрсең бабалармен, біздің бабалар мынанда ойып тұрып Европа мен Азияның ортасында масаған ұрпағым деп тастап кеткен. Бәрі қазақтың кең пейілділігіне байланысты. Пейіліміз кең, дархан, ешкімді жатсынбай бауырымызға баса білетін, мынандай салиқалы, мынандай өркениетті елдердің қаншама 200-ге жуық қана ұлттар мемлекет болып отыр. Қаншама ұлттар бар, армандап жүрген осын. Қадір қасиетін білуіміз керек тәуелсіздіктің. Соны білсе ғой шіркін-ай деген ойдан туындап тұр дейсіз ғой. Иә. Жақсы аға. Енді мынау қазір кітап деп сарнап жатырмыз ғой. Біз екінің бірі уақыт жоқ дейді. Жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, қолым қалт етсе жаңа ұлттық кітапханада кірем деп. Фараби айтады ғой, тірлігім көбейген сайын оқимын деп. Қалай уақыт табасыз осы оқуға? Жалпы адам тікелей өзіне байланысты. Кез келген нәрсені адам өзі қаласа, ол орындалады. Ана сылтау, ол қашанда табылады. Сылтау, кітап оқуға да, спортпен шұғылдануға, басқа да дүниелерге іздеген адам табады. Енді уақытымыз өте аз қалыпты аға. Бізде мынау бағдарлама барысында көрермендер сұрақ қойып жатыр. Өткен бағдарламамызда бірнеше сұрақ келген екен, соның ішінен бір-екеуін. Иә, жарайды. Данияр Сатымбай, қазақтың арғы тарихы туралы зерттеулері болса дейді. Қазақ жарайды 550 жылдығын білдік дейді. Оған дейін не болды дегенді қысқаша айтып өтесіз бе? Иә. О баста біздің мына Дархан даламызда бірінші біз сақ болдық, одан кейін ғұн болдық. Несі қалай болады аға? Біздің ерамыздан алдын болған. Баста сақтан кейін біз ғұн болдық. Ғұндарды білесіз, анау Атылла Рим империясын тасталған етіп ғұндарды. Оның кейін сарқыншақтары, қазір Венгрия, біз соның қыпшақтарымыз деп отыр, мадиярлар деп. Енді одан кейінгі жылдары біз әр қазақтың үйсіні жеке мемлекет құрды, найманы жеке, керей жеке деген сияқты. Одан кейін дүниеге түркештер келді. Түріктер, одан кейін түрк қағанатын құрды. Біз 2000 жылдық тарихым бар, мына Тараз қаласында Қараханиттер болды. Мына жағы Маверанахр құрылды. Сөйтіп атқан кезде біздің даламызға Шыңғысхан әскерімен келді. 300 жыл биледі. Біздің Жошы хандар, біздің мына Шыңғысхан өлгеннен кейін 4 баласы бар ғой. Жошы Қазақстанның кәдімгі территориясындағы Алтын Ордаға қалдырды. Неге Жошыны қалдырды деген? Иә, осы жерде Қарағанды облысында жатыр. Неге өтіп Жошыны бұл жерге қалдырды деген сұраққа келетін болсақ, Шыңғысхан Янның кітабында бар, мен оқығам. Ян деген поляк жазған. Сол кітабында айтады, Шыңғысхан міне үйленеді, үйленген түні меркіттер барып, түнгі сағат 4:30-да сол ауылды қырып кетеді. Сөйтіп, әрең дегенде өзі қашып құтылады, жалғыз өзі. Сөйтіп тұтқынға алады да әйелін. Ол жалғыз өзі барып, қол жинап қайтады, әскер жинайды. 9 айдан кейін қайтадан меркіттерге шабуыл жасап, әйелін құтқарып алады. Сол кезде қарны қабақтай болып келген әйел бала туады, ұл туады. Жошы деп қояды. Моңғол тілінде жошы керімсек деген мағынаны білдіреді. Одан кейінгісі Ақ Орданы үгедей басқарды. Ол анау Нижний Новгород жақтағы жаңағы орталығы болды. Одан кейінгісі мына жақта Көк Орда, Көк Орданы ол 3-ші жолы Шағатай басқарды. Міне. Рахмет аға. Жошы. Одан кейінгі жеке бір тақырып болсақ та болады. Мынау
мына кісі Балқия Мұсаева деген кісі менің балам 14 жаста қандай кітаптар оқыған дұрыс деп не ұсыныс айтасыз дейді. 14 жасар балаға. 14 жасар балаға жалпы 14 жасынан бастап ол білімге ұмтылса, ол бала міндетті түрде күнделік жасау керек. Мен 12 жасымнан жазам. Әлі күні күнделігім бар. Күнделік жасау керек. Біріншіден, екіншіден мен 14 жасымнан бастап Дейл Карнегиді оқысын. Дейл Карнеги адам бәрімен қалай сөйлесу керек, ол орыс тілінде шыққан, иә. Содан кейін біздің жеңіл желпі балаларға арналған оқулықтар бар. Кешегі менің атым Қожа деген сияқты білгені дұрыс та, баланың тілі бал ғой, басқаша әсер етеді. Түсінікті. Соңғы сұрағымыз болсын ағам. Жас адам өз елі үшін қалай пайдалы бола алады? Бұрынғы Ахмет Байтұрсыновтар қазіргі заманымызда қандай, кім болушы еді? Қалай ойлайсыз? Практикалық ойды естігім келеді дейді Абзал Сереков. Yani қазіргінің Ахмет Байтұрсынов мағжандары қалай болу керек, біз қалай әрекет етуіміз керек? Жоқ, жаңағы ғой, жалпы баяғы менің әкем айтатын еді, балам көп жасағың келе ме дейді, иә деймін. Сонда айтатын еді. Күндіз сабағыңа бар, я жұмысыңа бар, күндіз кешқұрын келді, үйіңе қатын бала жағың қасында жат. Шаруаңды тиянақты істе, жұмысыңа уақытында бар, уақытында кел. Сосын міндетті түрде спортпен шұғылдан, кітап оқы, жаңағы музыкамен айналыс, әке шешеңе көмектес, қолына кеше қоршаған ортаға көз үлесіңді қосып, тыныш жүр. Үлкенді аға де, кішіні іні де, ешқандай қоғамға қайшы әрекет етпе. Қоғамның кереғар жаңағы діни ағымдарына, жалпы неше түрлі ұйымдары бар, оппозицияға, басқа да дүниелер толып жатқан, басыңды тықпа, сен әлі жассың, болашағың алда. Рахмет, уақытымыз шығып бара деген аға, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін рахмет.